Құрметті ағайындар, Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына елімізге белгілі азамат, қоғам белсендісі Серік Әбжәми бауырымыз өзінің кітапхана қорынан осы біздің облыстық кітапханаға кітап сыйлап жатыр. Сәке, өзіңіз айтып берсеңіз, осы кітапханаға сыйлауыңызға не себеп болды? Ассалаумағалейкум ағайын. Мына өзімнің жеке кітапханамнан бірталай кітаптарды 50-ге тарта кітап әкеліп, бүгінгі күні осы облыстық кітапхана, яғни қалаға ортақ үлкен кітапхана болатын, осы кітаптарымды тапсыруға өзім шешім қабылдадым. Оған себеп енді бұл менің өзім жеке кітапханамның сөресінде тұрғаннан ол ешкімге қолжетімді болмайды. Ал мына кітапханада келімді-кетімді қаншама адамдар, оқырмандар, студенттер, мұғалімдер, болашақ болатын, қазірде мұғалім болып жүрген адамдар бар, соларға қолжетімді болсын деп, керек кітаптарды тапсыруға шешім қабылдадым. Бұл кітаптардың ішінде ғылыми шығармалар, еңбектер де бар, көркем шығармалар да бар. Мысалға қазақ тіл біліміндегі сөздерді таптастыру мәселесі. Сауыржан Мұхтаровтың кітабы кезінде өзім студент кезінде мұғалім болған кезде қажет болады деп алған кітаптарым, соны тапсырып жатырмын, студенттерге оқысын, пайдасы тиісін деп. Сол мақсатында міне. Сосын театр туралы кітап бар міне. Жалпы 50 кітап сыйлап жатсыз ғой? Иә, кітап. Жалпы осы кітаптарды әкеліп тапсырып жатырмын. Мақсатым сол кітап қолжетімді болу керек. Құрметті ағайындар, үйде оқыған кітаптарыңыз бар. Енді ол сөреде толып тұрып, кейде бір кедергі жасайды деген әңгімелер болып жатады. Ал сол үйде тұрып қалған кітаптарыңыз болса, басқа оқырмандар оқу үшін келіп кітапханаға сыйлауларыңызға болады. Серік, сізге көп рахмет.